Барлығы қарыздан құтылады дедік. Енді олай болмай шықты. Тек қана бір айдың ішінде 2,5 миллион адам кредит алған, кредит алады деп, жаңағы оларды кінәлауға да болмайды. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Ерлан Жамабаев мырзаға. Енді біз осы жеке тұлғаларды банкроттау туралы заңды қабылдасақ, онда қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман туады, адамдардың барлығы қарыздан құтылады дедік. Енді олай болмай шықты. Енді өзіңіз айтып кеттіңіз және. 68 мың адамның 5,5 мың адам ғана банкрот болып жаңа танылған қазір. Сонымен бірге біздің елімізде осы кредитті алудың динамикасы артып келе жатыр. Тек қана бір айдың ішінде 2,5 миллион адам кредит алған, қазіргі таңда 9,2 триллион қарыз. Енді адамдарды кредит алады деп, жаңағы оларды кінәлауға да болмайды. Өйткені күннен күнге адамдардың күн көрісі төмендеп келе жатыр. Адамдар кедей. Адамдар кредитті қазір нан, макарон, ет алу үшін алады. Сондықтан менің ойымша біз қазір себеппен емес, салдармен күресіп жатырмыз. Ал негізгі себеп ол біздің халқымыздың кедейлігі. Сондықтан осы кедейлікпен күресу үшін сіздер қандай іс-шаралар жасайсыздар? Рахмет. Ерлан Бияхметұлы, енді сұрағыңыз өте орынды. Бұл жерде расымен де бұл банкроттыққа бүкіл халықты ұшыратып, немесе оларға сондай бір мәртебе беру, бұл үкіметтің де, немесе мемлекеттің де мақсатын тұрған нәрсе емес. Рас бұл салдары. Дегенмен де қазір алдымызда біраз өңірлерден келген өзіміздің ауылдастар сөйлесіп, өздерінің ойын айтып отыр ғой. Көп мәселе бұл жерде шынымен де халықтың табысының төмен екендігіне де кеп тіреліп отыр. Бұл бағытта енді әрине бюджет тарапынан келетін болсақ, тиісті жоспарларымыз бар. Бұл жерде барлық бюджеттен қаражат алатын азаматтардың 20% жылына 30% өсіретін өзіміздің нақты жоспарымыз бар. Бұл жерде өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік біздің бюджет бұл әлеуметтік мәртебесіне ие. Себебі біздің жалпы шығыстарымыздың 46% бұл әлеуметтік шығыстар. Әрине, мемлекет тек қана жалақыны көтеруден бір мәселені шеше алмайды. Себебі ең басты мәселе бұл жұмыс орындарын ашу. Сондықтан да біз мынау ауыл аманаты жаңағы бағдарламасына қаражатты мүмкін көтеру мәселесін ойластырып жатырмыз. Себебі әр жерде, әрбір өңірлерде жұмыс орындарын ашу маңызды. Бұл алдында Жамбыл облысында болған пилоттық жоба өзінің өмір сүретінен көрсетті. Себебі ол жердегі осы бағдарламаға қатысқан азаматтар адрестік көмектен бас тартып отыр. Яғни олар өздерінің кішкентай болса да, шағын болса істерін ашуға, және де салық төлеуге ең бастысы адрестік көмектен бас тартып отыр. Сондай жобаларды біз барлық өңірдегі тарату керекпіз. Одан кейінгі негізгі мәселе бұл өңірлерде әр өңірдің мамандануына қарай өндіріс орындарын ашу. Сондықтан да бұл жерде де бізде өзіміздің қазір пулда тұрған мыңдаған жобалары бар, 30 триллион теңгеге. Бұны әрине негізінен инвесторлардың қаражатына саламыз. Бұл бағытта өңірлер, әрбір өңірдің өзінің алдына қойған жоспары бар, сол бойынша жұмыс орындарын ашатын боламыз. Рахмет.